Бәріне сәлем! Сұлтан, маған өзің жайлы айтып кетсең, немен айналысасың? Менің айналысатын ісім сурет салу, 3-ші сыныпта оқимын. Менің сүйікті айналысатын нәрсем ол актерлікпен айналысу және домбырада қатысқанын ұнайды маған. Тағы да басқа маған сурет салу, кітап оқу, немесе домбыра тарту. Маған ең көбінесе актерлік шеберлігі ұнайды. Жақсы, күшті. Енді менің бірнеше сұрағым бар еді саған. Сен келе жатқан қандай мерекелерді білесің? Ең бірінші Наурыз, тағы да жаңа жыл. Өтті ғой уже жаңа жыл. Жаңа жыл өтті. 14 ақпан қандай күн? Білесің бе? 14 февраля. 14 ақпан. Ол бізде. Жоқ, білмеймін. Білмейсің? 14 февраля дегенді естің бе? Жоқ? Қозы көрпеш баян сұлу деген мерекені естің бе? Иә. Ол не мереке? Ол есім жоқ. Жақсы. Ол негізі 14 ақпан халықаралық махаббат күні деп саналады. Сол үшін мен бір сұрағым бар еді. Сен кімді жақсы көресің? Отбасынан, достарынан, подружкаларынан, жақын арада бар адамдардан кімді жақсы көресің? Жақын адамдардан ба? Бәрін жақсы көрем. Иә, дұрыс. Кімді жақсы көресің? Отбасыдан? Отбасыдан анам, тағы да інім, атам, апам бар. Тағы да тәтем маған үйретеді тағы да. Соның барын жақсы көресің, е? Иә. 14 ақпан деген мерекені білесің бе? Февраль. Иә. Қандай мереке? 14 февраль мерекесі ұмытып қалдым. Жақсы. Ол махаббат күні болады. Сонда сен кімді жақсы көресің отбасынан? Анам мен әкемді. Тағы кімді? Әжемді, атамды болды. Сен негізі 14 ақпан қандай күн екенін білесің бе? 14 февраля. Білесің бе? Отбасында сен кімді жақсы көресің? Папамды, мамамды, сестренкамды, бауырымды. Саған сұрақ қоям, сен жауап айтасың, е? Давай. Қытайдың столицасы қандай? Қытайдың столицасы. Пекин. Ресейдің столицасы қандай? Ресей. Москва. Жақсы. Қырғызстанның столицасы қандай? Бишкек. Жақсы. Адамның қанша саусағы бар? 5. 5 саусағың бар ма сен? Ой, 10. 10 саусағың бар ма сен? Міне? Мына жақта 5 саусақ, мына жерде 5 саусақ. Анау. Бұл саусақ емес. Аяғында тоже саусақ бар ғой? Бар, бірақ ол саусақ болып саналғанмен, бірақ ол ең астындағы ғой. Адамның қанша саусағы бар? 5. Бәрін қосқанда 10. Бәрін қосқанда қанша? 10. Бәрін қосқанда ше? 20. Сен қанша саусағың бар? 5, 10. 10 ба? 5. 5 ба? Иә. Иттің баласын қалай айтамыз? Күшік. Түйенің баласын? Бұта. Түйенің баласы. Мысалы, бұта. Түйенің баласы кім? Бұта. Түйенің баласын? Бұта. Сиырдың баласын? Бұзау. Құмырсқаның баласын? Муравейдің баласы? Құмырсқа. Жақсы. Муравейдің баласын? Муравей. Муравей бар ғой, құмырсқа?
Құмырсқа. Соның баласын қалай дейміз? Құмырсқа. Мини-құмырсқа, Жақсы, ладно, ол шутка. Негізі сен үшін махаббат деген не? Махаббат деген сезім, жүрек. Сен, осылай айтқанда, барын жинақтап, махаббатқа краткий описание берсең, сипаттама берсең. Сипаттама. Махаббат деген не? Махаббат деген білмеймін. Махаббат деген не? Махаббат білмеймін. Махаббат деген өзінің махаббатымды мысалы анама берем, тағы да анам маған берсе, мен анамды жақсы көрем деген сөз. Негізінде анам маған өте қымбат, және ол еш нәрседен жаман емес, негізінде жақсы, анамды мен жақсы көрем өз махаббатыммен.